бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ. Армысыз қазақ елі. Мен Аты-Өшкір Павлодар тұрғыны Серік Айыпұлы. Осы жуырда тіл майданы жариялаған 3 шілде күні болатын қазақ тілінде сөйлеу және талап ету қылмыс емес іс-шараларына қолдай отырып, әрине өз басым Құдай қаласа қосылуға дайынмын. Сіздерді де соған шақырамын. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, құрметті қазақ қауымы. Мен Теміртау қаласы тұрғыны Исаев Рахманқұл. Үстіміздегі жылдың 3 шілдесі күні тіл майданы ұйымдастырып жатқан қазақша сөйлеу және қазақша талап ету қылмыс емес атты науқанын қолдаймын. Және соған қатысып, мемлекеттік ана тілімізге Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті қазақпен қазақша сөйлесін, және қазақша сұраса қазақша жауап бер деген сөзін жүзеге асыруға тіл майданы атынан баршаңызды шақырамын. Қазақстан Республикасы ата заңымыз бекіткен мемлекеттік тіл біреу, ол тек қазақ тілі. Сол мемлекеттік тіліміздің өз елімізде қорлануына емес, қолдануына өз үлесімізді қосайық ағайын. Тіл майданына қосылыңыздар. Біздің телефон номеріміз 8-700-283-61-40. Тіл майданында кездескенше ағайын, сау саламат болыңыздар. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Есім Жарасбек Тұрарболат, Ақтау қаласының тұрғыны. 3 шілде тіл майданы қозғалысының қазақ тілінде сөйлеу және талап ету қылмыс емес атты іс-шараларын қолдаймын және қатысамын. Қазақстан Республикасының азаматтарын осы іс-шараға атсалысып қолдау көрсетуін сұраймын. Алға Қазақстан. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен Алматы қаласының тұрғыны Қуат Ахмет. 3 шілде күні тіл майданы қозғалысы өткізіп жатқан қазақша сөйлеу және талап ету қылмыс емес атты науқан акцияға қатысамын және осы күні шығып қазақша талап етемін. Дүкен болсын, кинотеатр болсын, мемлекеттік мекеме болсын, қазақ тілінде талап етіп, видео материал түсіріп, тіл майданы қозғалысына жіберемін. Anamın ödülü, ay balım benim, anamın ödülü.